Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет үй жағдайында сыр дайындайтын боламыз. Аз ғана заттан әрі өте тез дайын болатын осындай сырды менімен бірге жасап көріңіздер. Каналды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге дүкеннің немесе қолдың осындай 2 литр сүті қажет болады. Менде қолдың сүті. Осылай қазанымызға құйып, газ отымызға қойып, қайнағанға дейінгі температурада ысытып алатын боламыз. Қайнатпаймыз. Сүтіміз дайын болғанша осылай кесеге бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен кез келген 20%-дық қаймақ саламыз. Кез келген 20%-дық қаймақ жарай береді. Енді осылай 4 ас қасық қаймағымызды салып дайындап аламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен немесе шаңышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоссаңыздар екен деймін. Лайк басып, комментарий қалдырып, мені қуантатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Неге бізде осындай керемет темасы пайда болды? Әзірге бұл сұйықтығымызды шетке қойып қоямыз. Осы арада біздің сүтіміз де ысып қалды. Енді үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді қайнатпаймыз, бірақ қайнауға дейінгі температурада қатты ысытатын боламыз. Енді ғана қайнайын деп келе жатқан сүтіміздің үстінен осы біздің сұйықтығымызды, алдын ала дайындап қойған сұйықтығымызды құямыз. Қаймағымыз бен жұмыртқамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Астын басып, жай отта 15-20 минут шамасында қайнатып аламыз. 15-20 минут шамасында біздің сары суымыз бен сүзбесі бөлініп шығатын болады. Неге осылай болып бөлініп шығады? Толығымен бөлініп біткенше жақсылап қайнатамыз. Сары суыңыз бөлек болып, іртіктер үлкен-үлкен болып, түйіршік болғанша қайнатып алыңыздар. Біздің сары суымыз осылай көкшіл түске енеді, ал іртіктер осылай көбейіп, үлкен-үлкен осындай іртіктер пайда болады. Видеода көрсеңіз түсінікті деп ойлаймын. Енді осыны бөлек сүзіп алатын боламыз. Табаққа, қандай да бір ыдысқа үстіне осылай марлымызды немесе орамал, шыт мата болсын қойып, осылай сүзбелерімізді сүзіп алатын боламыз. Бірдесен құйып жерсеңіздер де болады. Мен осылай ожаумен бөліп алып салдым. Үлкенде ыдысқа, үлкенде орамал қойып, бірдесен барлығын құйып сүзіп алсаңыз да болады. Ең бастысы осылай сүзбені сары суына бөліп шығарып алу керек. Осылай сары суын төгіп отырып, қайтадан суын шығарып, қолмен немесе осылай қасықтың көмегімен де істесеңіз болады. Байқаңыздар, өте қатты ыстық болады. Бірдесен ыстық күйінде осылай шығарып аламыз. Мінекей өстіп сүзбеміздің барлығын толық сүзіп алдық. Енді осы сүзіп алған күйінде бірдесен үстінен жаңағыдай мантаварканың немесе бір тесігі бар ыдыстың үстінен қойып, үстіне су немесе бір тас, ауыр зат қойып, бастырып қойсаңыздар болады. Ал мен осындай пластмасс ыдыстың астын пышақпен күйдіре отырып, тесік жасап, соның ішіне салып, сондай форма жасап алдым. Арнайы өзінің формалары бар. Егер ондай формалар болса, сол формаларға салып жасасаңыздар болады. Мен осындай шелектің астын тесіп, соған жасадым. Қасықтың көмегімен осылай үстінен басып жасасаңыздар болады. Формасын келтіріп алғаннан кейін үстінен қандай да бір ауыр зат, банка болсын, шелек болсын қойып, қатты басып тұратындай басып қоясыздар. Мен осындай шелектің ішіне суды толтырып, сонымен қолдандым. Неғұрлым ауыр зат болса, соғұрлым жақсы формасын ұстайтын болады, және суы шығып біркелкі болады. Осылай басып қойып, астына табақ қойып, мантаварканың үстінен қойдым. Себебі суының бәрі ағып кетуі керек. Осылай үстінен бастырып 5-6 сағатқа қалдыратын боламыз. Мен кешкісін жасап қойдым. Таңертең осындай болып қатып шықты. Бұл сыр өте керемет дәмді болып шығады. Әсіресе таңғы асқа берсеңіз, балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Дәмі сондай жұмсақ, өте керемет. Ең бастысы құрамына, қоспасына не қосылғанын өзіңіз жақсы білетін осындай сырды міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Шамамен 1 кило шамасында шықты. Өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Каналға жазылып, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Каналымда әркез жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.